Қыздар, бүгін сіздерге мынандай жаңағы жайманнан дейміз, сыпыра дейміз, соның ішіне салып қоятын чехолды тігіп көрдім. Міне өте ыңғайлы болып шықты, кең шықты. Негізі мен ойладым, кең болғаны дұрыс, өйткені біз енді үйде асығыста тез бүктеп саламыз. Біз үшін осының ыңғайлы болғаны жақсы ғой. Егер мынау кішкентай болса, мынау тыртысып ішіне салуда біраз уақыт алады. Сол үшін кішкене кеңдеу қылып жасадым. Көріңіздер, свободно кіріп, свободно саламыз. Осылай жабылады замокпен. Енді қараңыздар, бұл үшін бізге не керек? Бізге ол үшін міне мынандай ені 40 сантиметр, ұзындығы 60 сантиметрлік осындай бөлшек керек. Өзінің матасынан аламыз. Сосын бізге керек мынандай замок. 50 сантиметрлік замок болса да жетеді. Менікі мынау 80-дік үлкен, мен қиып тастайтын боламын. Менде бары осы. Сосын біз бұған еще несін жасаймыз, мынандай. Үйде кейбіреулер болатын шығар, енді іліп қояды. Ауылдық жерлерде болсын, қайда болсын іліп қою үшін мынандай ұстатқышын жасаймыз. Оған бір кішкентай ғана бөлік мата керек болады. Енді қараңыздар, бұны қалай істейміз? Ең бірінші бұл жерде біз замогын тігіп аламыз. Сосын барып, мына екі шетін жабатын боламыз. Бүйтіп мынаны матаның беті және замоктың бетін бір-біріне қаратамыз. Сосын тіккен кезде оңынан қарайтын болады. Міне мына жағына осы бір бөлігін тігіп аламыз. Бетіне бет қаратып, келесі жағында солай тура бетіне бетін қаратып отырып, келесі жағында тігетін боламыз. Міне қыздар, матамыз, мен жақыннан көрсетейін сіздерге. Матамыз, мынау біздің замогымыз. Замогымызды беттестіреміз. Матамен беттестіреміз де, мына жерден темірі бар делге, мына жерде темір бар делік. Содан примерно 1 сантиметрді мына матаның шетімен теңестіреміз. Келесі замок, енді мен осылай тігем. Замогымыз, келесі замогымыз. Екеуі бір неде болу үшін, бір линиядан бастап тігілу үшін, қисық кетіп қалмау үшін. Осылай міне тігіп шығамыз. Мына матаны, мына замоктың шеті жауып тұрған дұрыс болады, өйткені бұл да өзіндік әдемілік береді. Қазір жапқан кезде өйткені ананың матаның жіптері жалбырап көрінбеу үшін. Бір жағын тігіп алды. Енді қараңыз, бұл осылай тұрған күйінде ашқан кезде, міне көрінсе, былай жабылып қала береді, міне. Енді осының үстінен мына тігісті астына қаратып отырып, декоративный бір шов береміз. Міне астындағы тігісті түсіреміз төмен. Қолмен өтіктеп, міне қолмен өтіктейміз де. Бірге дейміз ба? Тігіс береміз міне осылай. Міне қараңыз, бір жақ замогымыз бітті. Енді келесі жағын тігеміз. Келесі жағы бізде міне. Енді жаңағы мына темірге темір, енді айтып тұрмын ғой, сіздерде оңай жолы болса, өздеріңіз оңай жолыңызбен тігесіз, ал мен сіздерге осылай көрсетемін. Міне мына темірге темірді қойып алдым. Екеуі кездеседі ғой, негізі бұлар екеуі бір-біріне кездеседі. Сол үшін міне мынадан белгі қойып аламын да, осы жерден уже мына жақты беттестірем. Көрінсе, мына матаның бетіне мынаны беттестірем былай. Сосын тағы да лапкан бойымен тігіс түсіремін. Енді бұл жерде де қыздар мынаны тігісті астыға түсіріп, декоративный тігісті жібереміз. 0,1-0,2 миллиметрге.
бізде екі жағы дайын болды, иә, міне. Қараңыздар, біз мынаны матаның астына түсіріп жібердік. Сол үшін мына жер бізде аккуратно болып шықты. Келесі, енді мына замокты мен осындай міне қыздар, қараңыздар. Замок осылай жабылады, иә, міне қараңыздар. Енді мұны бізге мына жаққа түсіру керек, міне. Мына жерде біз оны басынан емес, біз оны астыға түсіреміз, иә, міне мысалы осылай болу керек, мына жерде тұру керек. Замогымыз осылай түсу керек, иә, осылай. Енді біз қазір бұны аударамыз да, артық жерін кесіп тастаймыз, аударамыз және тығыз түсіреміз, оны да аз көрсетем. Шамамен алынатын жер бізде мына жерден санайық, примерно 6-7, иә. Бәрі бірдей болып тігілу үшін оны санаған дұрыс, осылай. Мына жерден санайық, 7 сантиметр. 7 сантиметр деп осылай бүкейміз, иә. Енді бұған біз қыздар тікпей тұрып несін дайындап алайық. Бізге мына қыздар мынандай кішкентай ғана бөлшек қажет болады. Бұның ені бізде 4 сантиметр, ұзындығы бізде бұның 20 сантиметр примерно. 4-20 сантиметрлік бөлшекті аламыз да. Біз енді бұны ішіне қайырып, сыртынан бүйтіп тікпейміз. Оны аудару бізге қиын болады, сол үшін бұнаны біз үйсіп екіге бүктеп. Бұлай екіге бүктейміз де. Сосын бұлай жабамыз да, осымен, мынаның бойымен 1-2 миллиметрге тігіп шығамыз. Жаңағы бөлшектің ені 4 сантиметр, ұзындығы 20 сантиметр. Осындай бөлшек, мынандай шығып тұрған дүниелерін алып тастаймыз. Енді бұны біз екіге бүктеп, қазір тіккенде мынаның ішіне салып жіберетін боламыз. Жағына саламыз оны, иә, ең бірінші мына жағын тігіп алайық, ондай болса. Қайшынмен кесіп тастаймыз. Енді лапқан бойымен тігіп шығамыз. Замокқа келген кезде алдыға артқа 1-2 рет берсеңіз де болады. Мына жерде замоктың мына бір пластмассасы бар ғой, соны негізі бүйтіп кесіп алып тастасақ болады. Өйткені ашқан кезде мен қазір бұл чехолдың астыңғы бөлігін мына жақтарды оверлок жасайтын боламын. Ал енді сіздерде оверлок жоқ болса, онда зигзагтауға да болады. Енді келесі жағын қараңыз, келесі жағына келдік. Мынаны ашып қояйық. Артығын кесіп алып тастаймыз. Енді жаңағы бөлшегімізді екі бүктедік қой, соны мынаның ішіне кіргізіп жібереміз. Дәл мынаның бұрышына апармаймыз, 1-2 сантиметр төмен түсіреміз. Осы жерге белгілеп қойып қоямыз. Мына жақтан бастап тіге берейік.
түйістіреміз бір-біріне. Бұл темірді алып тастауға да болады. Замокқа келгенде 2 рет, 3 рет өтіп кетеміз. Міне қыздар. Осылай болды, иә. Қазір мен мынаны екі жағын оверлоктап аламын, сосын аударып, ары қарай көрсететін боламын. Міне қыздар, көрдіңіздер ме? Мен шеттерін оверлоктап алдым. Сіздерге зигзагтасаңыздар да болады. Енді аударайық. Ұштарын жақсылап шығарып отырып аударамыз. Енді қараңыздар қыздар, мынаны кішкене әдемілік беру үшін осы күйінде мына жерден 0,5 сантиметрге тігісіп жіберемін. Міне қыздар, чехолымыз дайын болды. Чехолымыз дайын. Енді қазір осыған кигіземіз. Қыздар, чехол әдемі шықты. Сіздерге түсінікті болып жатса, комментарий қалдыра кетіңіздер. Қыздар, міне чехолымыз дайын болды. Жаңағы видео сабақтан шыққан чехолдың түрі осы болды. Мына жаққа 0,5 сантиметрге декоративный шов бердік. Мына жерден 0,1-ге, 0,2-ге декоративный шов бердік. Мына жағына біз мынандай не тақтық. Бұл бізге іліп қойғанға, мысалы ыңғайлы ғой, енді бір керек қолға ұстағанға да, былай ұстай салғанға. Замок. Замоктың іші жаңа мен айтып кеткен де аккуратно әдемі шықты. Мен мына жақта айттым сізге, шеттерін зигзагтадым, оверлоктадым. Сіздерге егер оверлок жоқ болса, зигзагтауға да болады қыздар. Міне қыздар, осындай чехол әдемі шықты. Сіздерге пайдалы болады деген ойдамын.